Бөгенбай батыр жыры. Жырау Тастыбай Жақпарұлы нұсқасы. Өтіпті біздің қазақ жақсы жайдан. Естіген тамаш етіп қалар қайран. Қазақтың құба қалмақ заманында сөйлейін Қанжығалы Бөгенбайдан. Өтіпті Қанжығалы қарт Бөгенбай, мекені көшіп қонған шет қурайдай. Қазақпен қалмақ атыс қылған кезде әкесі әруақ қонған ер Маянбай. Ерлікпен Бөгенбайдан тартыпты күй, сол күнде Қанжығалы 9.000 үй, қасына жолдас болған ерлеріне түскенді шабындыдан қылыпты сый. Бөгеннің әркім естіп білген атын, біледі Маянбайдан туған затын. Сол күнде Бөгенбайдың баласы жоқ, алса да бала үшін 14 қатын. Ерліктің ер Бөгенбай қуған затын, түзеткен сайып қырған салтанатын, қан төгілген соғыста жаяу қалып беріпті жолдасына мінген атын. Бөгеннің жүрген жері күнде думан, бұл арадан қалмақты қолмен қуған. Нәсілінде саяқтық болса керек, 17 ұл бір қыз екен бірге туған. Қазаққа үлгі болған Бөген қарты, ерлердің бола бермес мұндай арты. Әкесі Маян өлген күндерінде бар екен еркен кіндік 96. Жасында 76 дүние салған, әркімді жазым етер мына жалған. Ешбір ханға бағынбай Бөген батыр, жеке жол Қанжығаға өзі салған. Маянның атасының аты егіз, дәулеті мал байлығы ұшан теңіз. Жайлауы Көксу, Қияқ деген жерде көшуі бір айшылық естісеңіз. Қанышер егескенге бермепті кет, қатындар айтады екен қос туған деп. Баласы Маянбайдың жауға аттанса қалмапты еркек кіндік қылқұйрық деп. Елінде билеп жүрген екі төре, Майекен өсіріпті ерік бере. Дәулеті олардың да асқан екен, төреге Маянбайдың жүрген ере. Маянбай дүниеден қайтқаннан соң Бөгеннен жепті таяқ өле-өле. Төрелік дәрежесін қылдырмапты, асқандық емей сірә ол немене. Төрелер өткен күнің сағынып тұр, сорына Маян ұлы қағынып тұр. Қамшыдан қорыққаннан екі төре құл болып Бөгенбайға бағынып тұр. Бір табы Қанжығаның дулат дегін, оларды жоқтайды екен төре кегін. Бөгенбай оларға да қамшы жұмсап, төресін білемесің дейді тегін. Құлжабек, Есімбекпен екі төре, айрылған төреліктен қамшы көре. Бұларға Қанжық емес қазақтарда жүрекен іштен тынып әбден өле. Туысқан Маян жоян бірге ғана, егізден туған ұлын 9 сана. Ағасы Маянбайдың жоян ерден туыпты 22 еркек бала. 10 ұлы туған екен бәйбішеден, аналық Тоқалының аты екен. Бәрінің батыр сынды тұрпаты бар, Тоқалдан туған ұлы 12 екен. Тоқалдың үлкен ұлы ер Қасқабай сол кезде 25-ке жасы келген. Сол күнде ол Бөгенбайға серік екен, жалынды шыны желді көрік екен. Қайратты болғандығы былай тұрсын, тұтынған жолына да берік екен. Әркім-ақ қасқан ер көреді екен, Бөгеннен қалмай ол да келеді екен. Бөгенбай аналықты құрмет етіп, олжаны қасқамен бірдей бөледі екен. Аналық артық туған адам заттан, еркекше түспейді екен мініп аттан. Бөгенге жақсылықты тілейді екен, кем емес қасына ерген азаматтан. Кеп тоқтар аналыққа сөз қалпына, кемеңгер еді жүйрік ел салтына. Бөгенбай былайша ер болған менен шықпапты аналықтың бір алдына. Егізде аналыққа көнбес жан жоқ, Бөгеннің бұл аналық көңіліне тоқ. Бөгенге ел өкпелеп кетсе дағы, сөйлессе аналықтан кетері жоқ. Аналық жан тәніндей көредерді, бұрынғы төреліктен мүлде айрылып
құлдай боп екі төре тағы келді. Екпіні Бөгенбайдың желдей ескен, дұшпанмен қарсыласқан сан белдескен, қалмақтың Шынар деген ханыныңда тағында қайрат қылып басын кескен. Бөгеннен ыза қорлық көп керген сон, Байсыңның өзенінен қалмақ көшкен. Хан еді Әбілмәмбет жарым елге, әйтеуір хан деген аты белге. Оны да Бөген хан деп танымады, басқандай көңілі бар еді ханды жерге. Өйткені уәли менен тату еді, ол көшіп кетсе дағы алыс жерге. Өкпелеп хан болмадым деп көшіп еді, Бөгенбай уәли менен серттесіп еді. Ол бұрыннан көшіп кетті азған үймен, Бөгенбай көше алмады, көшпекші еді. Уәлиге арман етті ермедім деп, ай жүзін Уәлижанның көрмедім деп, қас болды Әбілмәмбет атыменен, уәлиге қандығыңды бермедің деп. Ала боп қазақ елі тұрған шағы, аса алмай Әбілмәмбет тұрған бағы, оқыста қалмақтардан қаза тапты, Бөген күткен уәлидің әруағы. Сонда да ханға Бөген бағынбайды, ерікті күші жеткен не қылмайды. Әбілмәмбет неше жарлық қылса дағы, Бөгенбай жарлығынан табылмайды. Бөгенбай қаһарланса із қылады, шабады, қан қылады, күш қылады. Дерегін соғыс болар білсе Бөген, жаратып тұлпарларын құс қылады. Күнде Бөген келді елу бірге, түскендей болған екен көңілі кірге. Баласыз Бөгенбайдың айтқан сөзі, арт жағым не болады қайран дүние, басымда 18 мың жылқы малым, түйе қой толып жатыр мүкамалым. Бір күні дүниеден көзім жұмсам, болатын белгім де жоқ артыма ие. Талайдың алып едім малын тартып, талайды шауып алған қайрат артып, Бөгенбай 51-де ойға түсіп, жылаған балан ойлап қайғыға тартып. Бек жақсы бір ағасын көреді екен, сөзіне соның айтқан ереді екен. Жылқы малы өспейтін мал болған сон, жылына жылқы еншісін береді екен. Егінбай сол ағасы екен аты, бар екен бала-шаға қолған аты. Болыпты 17 ұл, азда болса Сарыбай кенжесінің деген аты. Баласы бәрі толық, бәрі бағлан, той ойында алыста жолды алған. Бөгенбай Сарыбайды жақсы көреді, осы батыр болар деп туымды алған. Өзімнен ұлым түгіл қызым да жоқ, мұраға ие болар ием қалған деп ойлап ер Бөгенбай жүреді екен. Бар болса не тілегі береді екен. Бір болып малмен басы еншілес боп, қарындас қанаттас боп келеді екен. Етуге сәл салтанат киім киіп, келіндері жорғаны алып мінеді екен. Бөгеннің 51-де қайғырғанын Егінбай жалғыз өзі біледі екен. Бұл қайғы Егінбайға қатты батты деп ойлап, бұл қайғыдан өледі екен. Тағдырға алдам салса көнеді екен, шырағын жанып тұрған сөнеді екен. Балалар бұрынғыдай ат мінбеңдер деп ойлап, Бөген ағам береді екен. Қауіпсіз, қайғысыз ақ ереді ғой, сұрасақ ат пен киім береді ғой. Көңіліңе Бөгенбайдың бір іс келді, шын тарылса көңіліңе келеді ғой. Егінбай балаларын тыйды солай, көрмеді бұрынғыны енді қолай. Бөгеннің қабағына көп қарайды, қайғысы баласыздың емес оңай. Сол жылы қоян наурыз келген жылы, өз әлін Бөген байқап білген жылы. Көңіліне бала деген қайғы кіріп, бойында қалмап еді ерлік сыны. Көзіне көрінбейді дүние бәрі, қанша қой, қалың жылқы, дүние малы. Артымда бір шырылдақ болмады-ау деп, бал үшін Бөгенбайдың қылған зары. Атым Бөген атанған, атам егіз әруақты, қазақ түгел қолменен талай қырдым қалмақты.
батпандай оқ салғанда, табандап тартып қалғанда, бір шыбықтай көрмеушем иілген оқты садақты. Теңдесім менің болып бет, өзім тұстас қазақта, сып етіп жалған өтеме, бір белгі жоқ арт жақта. Кім білмейді затымды, жидым-ау талай қатынды, көз жасымды бір көріп, Бөгенбайдың ұлы деп, кім ататар атымды? Көп дәулетке молықтым, қай дұшпаннан қорықтым, талайды алған басым-ау, не қарғысқа жолықтым. Мұнайтып ер Бөгенбай жатты үйде, түскен соң қайғы тартып, мұндай күйге, жылаудан екі көзі көрмес болды, жалт етіп өттім бе деп шіркін дүние. Жасаған көз жасымды көрмес бекен, тілекті тәубе қылсам бермес бекен, алда жал артта құйрық көрінбейді, артымнан бір шырылда ермес бекен. Жайлауым айлық көшер, көк су қияқ, Бөгенбай кетті сенен ерлік сияқ, ант еттім енді атқа мінбеспін деп, артымда болмаған соң жалғыз тұяқ. Қайғысы Бөгенбайдың артты күнде, жатады зар еңіреп күндіз түнде. Ерліктен тапқан опам жоқ екен ғой, бар кемдік осы күнде міне менде. Басымнан толық дәурен өтіп кеткен, түбіне бұл дүниенің кімдер жеткен. Енді атқа қан төгілсе мінбеймін деп, Бөгенбай өз-өзіне сонда ант еткен. Бөгенбай жата тұрсын қайғы тартып, қайғысы қасіреті күнде артып, Құлжабек Есімбектен сөз келеді, кем емес бұлардың да айласы артық. Бөгеннің қайғы тартқан көрді кезін, әуелі дулаттарға салды сөзін, төрелік тандайынан не қып кетсін, танытпақ болды елге тағы өзін. Дулаттар оған кетті түгелеріп, алады шет жүргенді жиып теріп, бар ет Құлжабекте бір сұлу қыз, шығарды оны ел жидеп ерік беріп. Ол қыздың өзі зереп Зейнеп атты, бұлбұлдай сайрап тұрған сөзі тәтті. Бұл қыздың сұлулықта теңдесі жоқ, ерекше жүріс қылды салтанатты. Есімбек Құлжабектер ұйғарған соң, бір күні Қасқабайды барып тапты. Теңдесім осы елдегі сіз-ақ қой деп, қыз Зейнеп аңғал ерге кісі сапты. Әрі жастық, батырлық, әрі аңғалдық, сөзіне қыздың айтқан сене қапты. Зейнеппен бір бас қосып сөйлесуге, үй тігіп, тай сойысып, жер болжапты. Зейнептің Қасқабайға айтқан сөзі, алаяқ кәпір екен қыздың өзі. Өзге елден сұлтан төре іздемеймін, егіз ет қанжығаның алтын тезі. Мінекей жасым келді 18-ге, көңілім түсіп кетті батыр сізге. Антпенен сізге қатын болмақпын мен, әуелі бір тілек бер батыр бізге. Дұшпанға салсам салмақ білегімді, қайтарған жауап бар ма жүрегімді? Қыз Зейнеп, сен оны айтсан менде не бар, ала бер, не десең де тілегіңді. Зейнеп айтты, тілегім сізде менің, ерлігіңді білемін әбден сенің. Бөгеннің қылған ісі өзіңе аян, әкеме бір билетсем қанжыға елің. Екі сөз айта алмаймын бұдан былай, қорлықта әкем, ағам жүрді жылай. Қорыққаннан кейде үйде ас ішпедік, Құдайдай болды бізге бұл Бөгенбай. Бөгенбай өз жөніне бара берсін, бейпілдік бетіменен сала берсін. Жайлауға, шет қорайға біз баралық, ермесе ер Бөгенбай қала берсін. Бұл сөзге Қасқабайда жарар деді, бұл сөзден ашылмасын хабар деді. Бізбенен елдің көбі бірге көшер, қаңғырып сонда Бөген қалар деді. Екеуі қол алысып уәде соқты, басқаға бұл кеңестен хабар жоқты. Бөгеннің бұл туралы білері жоқ, өзінің жайлауына көшіп бопты. Қастығы туысқанның қандай қиын, Қасқабай қыз сөзмен жазым етті. Жау талап жап жағадай болғандай ұрт,
2 күнде үдере көшіп бітті. 5 мыңдай қанжығаны бөліп алып, Қасқабай шетқурайға кетті салып, мінерат киер киім болмаған соң, Егінбай жан сақтамақ ойда қалып, 30 күндей бұлар көшіп тоқтамастан, белгілі айтқан жерге қонды барып, басына Сарышоқының бөген шығып, қарайды төңірекке көзін салып. Қараса артынан ел көрінбейді, отырды бұл қалай деп аң-таң қалып, қайғыға мен түскен соң қалмақ келіп, қалған ба елді дейді қалмақ алып. Кідірмей жаңа талап інілерін жіберді шақырып бәрін жанап, Бек-Сұлтан, Сәдірбек пен Ер-Айдархан ел артын түгел шолып көрді барып. Деп келді, бізді алған жау оңай емес, артығын тең жарымның қапты алып. Естті бұл хабарды Ер Бөгенбай, отырып төмен қарап басын салып. Баладан жаудың ісі жаман батып, қайғырып сонда еліне қалды талып. Қалмаққа талай қылған ісім бар ет, әкетті-ау енді деді кегін алып. Осымен қарт Бөгенбай жатсын жылай, деп жылар, қайран заман, қайран күнай. Өзгеге көп қайғырмас іс бар еді-ау, ауылы жоқ, үлкен отау және Егінбай. Қасқабай, Сарыбайдың біреуі жоқ, алатын ел кездіріп хабар бір ай. Қайғысы саналы ердің күн жартады, аузынан ух десе күй тартады. Бұрынғы бала деген қайғы менен, екеу боп қайғы жағын ұзартады. Көмілді Ер Бөгенбай көрге қазбай, кімге айтсын енді алады қайғы наздай. Бір хабар арттағы елден болама деп, жатыпты көк суында алтай жаздай. Қайғыны күннен күнге бөген табар, бұрынғы қайғысына қайғы жамар. Алтай жаз көк суында жата тұрсын, алайық шетқурайдан енді хабар. Батыры бар Қасқабайдай қол басында, қасында талай ерлер жолдасы да. Құлжабек баяғыдай төре болды, тиген соң өз билігі өз басына. Жібектен керме арқан тартып қойып, жапқызды қызыл манат ордасына. Аналық зар еңірейді мұны көріп, тұрған жоқ Қасқабайға ерік беріп. Үйінде Жоянбайдың көк бедеу бар, ат еді ер мінетін жанға серік. Қасқабай көк бедеуге міне алмады, аналық оны қиып бере алмады. 3 айдың жүзі болып бара жатыр, бір-бірін бөлінгеннен ел көре алмады. Сондағы аналықтың айтқан зары, төренің ел бүлдірдау мынау қары. Ұрсады Қасқабайға өспегір деп, сартқа ердің балам барма беттің ары. Қан төкпей қайғы қыспай көрбессін деп, белгілі қос туғанның аюлары. Бермейді не десе де төре қызың, төренің баспа деймін басқан ізін. Ауылымды берекелі екі айырдың, болмасын ей Қасқабай өмірің ұзын. Шалқыған үйрек ұшқан көлім қайда, бақ қонған қос туғандай елім қайда. Қазаққа басшы болып жауын қырған, қарағым Кенжетайдай ерім қайда. Құрағы алтай жазға таусылмайтын, көрембе көксу қияқ жерің қайда. Қасқабай өспегір-ай тумай кеткір, түбіңе сарттың қызы ертен жеткір. Мен көрген қос туғанның бірі болсам, қан төкпей көріспессің қолың өткір. Сауармын ақ сүтімді көкке қарап, қарағым Кенжетайым қалқам манап. Туғаныңды сен шіркін сартқа саттың, жүресін ел көзінше қайтып қанап. Қарағым жандай менің бауырымай, құт қылған берекелі ауылымай. Қазаққа бас болып олжа салған, қарағым Кенжетайым тәуірімай. Мұнымен жата берді жылай-жылай, көл қылып көзі жасын бұлай-бұлай. Алданып қыз қолына түсіп алған, бұрылып қарамады ер Қасқабай. Манайын өзге бала баса алмайды, кең жолы бірге жылар қалып егай. Жатыпты төрердасын тігіп алып, хандығы тұралама түбі барып.
дулатпен төре арқылы бір-ақ жерде болыпты қалған мың үй екі тарап. Ер бар еді шекті деген елден шыққан, бөгенмен бірге жүріп сөзін ұққан, ол ердің аты Сыңғыр деген еді, соғысып талай жауын жерге тыққан. Сол шықты 60 кісі жолдасы бар, кенеттен Қурайшынның келіп шығар. Бұл жерден бұрын жаулар көп жүретін, алдынан жер қайысқан бір мал ұшырар. Сыңғыр ер мұны көріп қалды таңға. Жігіттер, жау болмасын, әбден аңда. Бұл жерде бұрынғы күн жау болушы еді, осыны мал демеңдер, жау деп ойла. Осымен жүре-жүре малға жетті. Бұл жерде ер барлығын естімепті, екенің қай ел екен білейін деп аяндап ортасына Сыңғыр кепті. Аралап келе жатыр қалың елді, салтанат ордаларды көзі көрді. Екен деп Әбілмәмбет ордасы бұл, ордаға бұлтармай-ақ тура келді. Салтанат хан ордасы манат жапқан, төредей-ақ көрінді қанды қақпан. Қолында күміс таяқ бір сұлу қыз, жүрекен үкісі бар бұлғақ қаққан. Астында алтын жапқыш ер тоқымы бар, сөйлесті жолаушыға түспей аттан. Сыңғырдың сөзі: жарқыным, айтшы кімнің бұл ордасы, қай бектің қай төренің бұл қордасы? Біле алмай елдің жөнін келіп тұрмын, келген бе Әбілмәмбет қазынасы? Қыз Зейнеп: қолымда ұстағаным күміс таяқ, тұрсың ба біздің басқа хандық таяқ? Ордасы Құлжабектің дейді Зейнеп, ел жөнін білмей тұғын неткен саяқ. Ер Сыңғыр мына сөзге ашуланды, білемін Әбілмәмбет елде ханды, кешегі Құлжабекті құп білемін, дәрежең қашан бәрі хандық сәнді. Зейнеп: япыр-ау, мынау хандық сайлауың-ай, бөгенің жүрмеушімен айдауыңдай, сөзіңде артықтық бар, жарықтығым, ұзақ қып тұрса иге елдің жайлауыңдай. Жарайды, батыр Сыңғыр, көрдім сөзің, ерсің ғой құн жоқтайтын сенің өзің. Төрелігім танымасаң, төрт болар батыр Сыңғыр екі көзің. Мұнда жоқ Сыңғыр Бөгенбайда, ерліктен қыла алған жоқ ода пайда. Жолдас боп Бөгенбайға көберіп ең, көрдің бе жолдасыңның бейді қайда? Сыңғыр: көріп пем Бөгенбайды балам өзің, баласың жап-жас қана қалай сөзің? Әлібім Бөгенбаймен жау екенсің, төрт болар білем қаншық екі көзің. Зейнептің сөзі: тұр екен қаның қайнап жолдасыңа, ит маям би болып ет үй басына. Соныңда көксу қияқ қалды ұлып, айта бар барсаң сәлем қу басыңа. Мұны естіп Сыңғыр батыр ашуланды, шыдамай қыз сөзіне қатуланды. Қылуға қызбен ұрыс ұялмай-ақ қылышын қынағынан суырып алды. Еркіне ер Сыңғырдың қоя бермей, жолдастары сабыр десіп ұстай қалды. Қыздағы ашуына мініп алды, жіберді, ел жинал деп айғай салып, ішінде қалың елдің жарамас деп жөнелді жолдастары қамап алып. Сыңғырды жолдастары кетті алып, қыз қалды, ел жиыл деп айғай салып. Әруағым Бөгенбайдың жоқтамаққа, Сыңғыр ер соғысамын дейді барып. Жанжалсыз жазым таппай кетті жүріп, Сыңғырға қайғы бітті демі құрып. Қазаққа басы болған қайран бөген, болдым ба қызға маза әруақ шіріп. Еліңнің береке жоқ арасында, қанжыға кесел кіріп баласына. Қазаққа қамқор болған Бөгенбай-ай, болдың ба қыздың базар табасына. Опасыз өткен мына жалған, ер бөген талай елге олжа салған. Бөгеннің баласының жоқты қосау, дегені қыздың қубас дүние жалған. Есітіп менің тіріп тұрғаным-ай,
ер бөген, жарамадым құрбаның ай, кешегі кемшілікпен жүрген иттің ел жиып бүгін хандық құрған ай. Қазаққа әке болған қайран бөген, басыңнан бақ қайтты ма шіркін бөген. Осы жолдан аман сау қайта қалсам, ел жиып қайтарармын сөздің кегін. Мұнайтып батыр сыңғыр кетті жолға, барады жылай-жылай әзер зорға. Белгілі қурай шыңды бауралды, қарасып жау бар ма деп онды солға. Тауы бар қурай шыңның заңғар биік, сыңғыр ер қыз сөзіне келет күйіп. Деген сөз қубас деген естен кетпей кетеді анда-санда көңілі еп. Бөгеннің қыстауының бауыр жағы, кеш болып қайтқан мезгіл күннің сағы. Бұрыннан жау жүретін белгілі жер, белгілі ер сыңғырға жердің шағы. Саладан жалғыз адам шыға келді, кісіні жалғыз атты бұлар көрді. Жаумысың, елмісің деп жалғыз өзі анандай жерге келіп дауыс берді. Ер сыңғыр, өзің кім деп айтты оған, көп қой деп қараған жоқ жалғыз бұған. Қырамын жау болсандар дейді және, айтпаңдар алдау сұрау сөзді маған. Қараса өзі жастау бір жас бала, шыққан жері бекініс қиын сала. Астында желқом салған көк аты бар, деп айтты білмегендер күшін қара. Біз бейбіт жолаушымыз жайға жүрген, сен жалғыз сірә кімсің сайда жүрген. Арғатам шекті деген ел болады, жерім жоқ жауды көрсем бір мүдірген. Білейін екеніңді алты шекті, қанжыға шекті менен бірақ текті. Жау болып жазым етіп алдап жүрме, бермеспін көп болғанмен мен де кетті. Баланың бұл сөзіне аң-таң қалды, сыңғыр ер сипатына қарай қалды. Бөгенбай өлген екен, ел келіпті, көрдің бе тас түлектен бір көк жалды. Өзің айт аты жөніңді жаным маған, көпке аздың күні бар ма жалынбаған. Атаңды бабаң менен айтып берші, жаным-ау жас екенсің жалындаған. Егінбай әкем аты, Сарыбай атым, болады Маянбайдан арғы затым. Ақырса ағам бөген қамалдалған, жері жоқ жауға болған сірә қатын. Баласы Маянбайдың түгел батыр, ерегіссем түсірермін заман ақыр. Қазақтың өзім қандас ері түгіл, қылғанмын қалмақты да таза тақыр. Жарайды бала Сарыбай, білдім сөзің, жас түлек ерекенсің сенің өзің. Бөгенді қызбен қатын мазақ қып жүр, шықты ма оны көрмей екі көзің. Сынғанын көрсетпесің ердің сағың, біледі түгел қазақ бөген бағын. Тумағыр, туа шөккір, атың өшкір, Маянның жоғалтыпсың әруағын. Көзбе-көз естіртейін оны саған, тумағыр, өткір ер болма маған. Құрып тұр құлың хандық осы күнде, тіріме барма өзі бөген аған. Мұны естіп бала Сарыбай келді жақын, сырнайшы сыбызғышы өзі ақын. Сөйлесіп сыңғыр менен бастан аяқ, білісті артық кемді сөздің парқын. Айтады сонда Сарыбай бастан аяқ, жолдағы көргендерін тастамаяқ. Үйіне сыңғыр ерді қонақ қылды, кеңінен сөйлесуге өншен саяқ. Бөгенді қубас деген сөзді естіп, Егінбай өз басына салды таяқ. Жоқтаңдар бөген қаным түгел қазақ, болды есіл сұңқар қызға мазақ. Жалғызыма қимаған мұндай болды, түстіме аяғына шыны тозақ. Білдім ғой жана келіп ұрғандығын, дүниенің бізден бетін бұрғандығын. Жараса керегіне 18 ұлым, ниязым болсын және құрбандығын. Егінбай талып қалды жылай-жылай, шынымен болған ғой деп заман былай. Айтары есі кірсе қарғап сілеп, керекке жарамадың өншен ұлай. Әруағы әкемнің де жоғалды да, шынымен қашқын төре оңалды ма. Көрмегір қызығыңды 17 ұлым, көрінбе бәрін жоғал көз алды ма.
түрегеп сонда Сарыбай сұрап бата, тірлік болмас деді үйде жата. Бұл жолғы құрбандыққа мен барайын, беріңіз батаңызды сыңғырата. Қол жайып сонда сыңғыр бата берді. Сарыбай әумен айтып түрегелді. Баталып желқом ермен тайын ерлеп, бет қойып шет қурайға жүре берді. Осы жол ажал жетсе өлейін деп, төренің салтанатын көрейін деп, жол болып әруақ қолдап тисе қолға, сазайын Зейнеп қыздың берейін деп. Жол жүріп 8 күнде тыным алмай, жүргенге жауыр көкте келет талмай, болғанда дәл 9 күн таң мезгілі шұбалған ән есітті бала Сарыбай. Таң қалды ән салғанға бала Сарыбай. Бұл әнде бір мағына болды бардай, жүк артқан 100 түйеге сұлу Зейнеп, байқалды оның дағы әні бардай. Орданы 100 түйеге артып алған, 8 қыз салтанатпен әнге салған, екенің сұлу Зейнеп Сарыбай танып, бір сөйлеп қалайын деп қарсы барған. Қыздағы Сарыбайды көрді танып, бойына қорқу кірді шымырланып, далада иен тегіс кез болған соң, кетеме деп қорықты қырғын салып. Зейнеп сөзі. Ортасы 2 ауылдың елме жаума, Сарыбай аманбысың денің саума, замандас түсің бірге інімедің, әңгіме айт біраз ғана көңіл даула. Сарыбай. Қыз Зейнеп төре қызы, сен бір ерке, болыпты әкем бүгін елге серке, орданы 100 түйеге артып алып, көшкенің үріккенбісің бүгін ерте. Зейнеп. Қорқатын үркініш жоқ біздің баста, Сарыбай мұндай кесек сөзді таста, қаңғырып ойда қалған сорлы кедей, денсаулық жан аманың көңіліңе ұста. Сарыбай. Келемін мен бір хабар салайын деп, еліме бөлек кеткен барайын деп, жұмысым саған менің осы болсын қатын қып, сені келдім алайын деп. Зейнеп айтты. Мен сірә болар мекен сендей жасқа, сор мінген кедей байғұс біл жол басқа, Маянның бұрынғы көп желігі жоқ, қолымда саған қарсы батыр қасқа. Сарыбай. Алармын қасқа түгіл аланды да, тау түгіл ойрандармын саланды да, бой жеткен өзің түгіл кәрің менен, қырғынға бір саламын балаңды да. Зейнеп. Қадірлес сөзің қайда сыйласына, кесел қып бөгеу салма қимасыңа, өңгеріп ескі әруақты жүр екенсің, бөгендей сәлем айтқан қубасына. Сарыбай. Зейнеп-ау, білемісің менің атым, белгілі Маянбайдан туған затым, кім қубас екендігін бір көрерсің, өзіңді кемшілікте қылсам қатын. Зейнеп. Сарыбай, саған айтам, мен бір білгір сөз, таната көшкен екен болдым ғой кез. Ауылымда ертең кешке қына менде, сонда кел күтіп алам естісеңіз. Той болар қына менде ордамызда, көресің бір сый-сияпат ортамызда, келмесен өзің жолық әруағыңа, тапсыр мен тосамын дәм мен тұзға. Сарыбай. Қараса, кімің бар ет жан-жағыңа, егессем кім бар кебет салмағыма, өз бетің не айтып қой Зейнеп сұлу, келмесем мен жолықтым әруағыма. Зейнеп сұлу. О бәле, қызығына молығайын, сен келсең көңілің тынып толығайын, келмесем өз әруағың өзіңе ғой, күтпесем қатың болып жолығайын. Сарыбайдың сөзі. Ордаңды сәнмен тіксен бие байлап, ортаңа мен келемін Маян байлап, таныдым сөз төркінің айтпасаңда, мен алмақ сенің көңілің жіпсіз байлап. Көр қазба біреуге деп Зейнеп сұлу, өзіңе боп жүрмесің сорын қайнап, Маянның әруағы жоқ болмаса, бәлем сарт түсіремін Тәшкенге айдап. Бұларды көрген адам аң-таң қалған, уәдені не десе де байлап салған, келмекке ертең кешке серт айтысып, Сарыбай кейін келге кетті әрман. Екпінім қызға айтады желде есте,
Сарыбай кебақ қалар ажал жетсе, арманым сонда менің болмас еді. Қасқабай Сарыбайдың басын кессе, егіз ұл қан төгісіп күреспесе, кетер еді сонда жау боп өңкей кешше. Сарыбай ойлап барады, мынау қалай? Бұл жерде шау шықпағым екі талай. Бір егіздің баласек бір туысқан, барайын аналыққа жана салай. Аналық ақылы көп даңғыл еді, алмайма мені жаудан арашалай. Қасымда жолдасым жоқ, атым жаман, басыма туар екен қандай заман. Қан қараны көндірген аналық ет, барайын мұнымды айтып соған таман. Көшіпті хан ордасы күні бұрын, жас бала жылап төкті беттің нұрын. Жол жүріп көк шолақпен тыным алмай, жетіпті қалың елге кешкі тұрым. Қаптаған жылқы көрді жер қайысқан, есі керігіне бәрі дұшпан. Көремін не де болса ертеңгі күн, әйтеуір бір ажал бар бізді қысқан. Аралап көп жылқыны келе жатыр, кенеттен Қалыбекпен жолығысқан. Қалыбек немереді Сарыбайға, баласы бір егіздің бір туысқан. Келді де Қалыбекке амандасты, Сарыбай екі көзден төкті жасты. Жүгірді аттан түсе Қалыбекте, шын қойды бауырым деп ықыласты. Сарыбай аманбысың қарағым-ай, жау десе атта қайрат жарағым-ай. Егер тауып екі жаққа кеттік көшіп, ой дәурен болар мекен баяғыдай. Құт болған Кенжеғатай жүрме аман, баруға шама да жоқ елге таман. Байқаусызда Қасқабай бастап кетті, боладау осы істің арты жаман. Сарыбай қорлық көрген көп жылайды, бар сөзін Қалыбекке кеп жылайды. Ақеке, естідің бе, ой Қалыбек, Кенжені қуас деп жылайды. Мен келдім, өзім жалғыз, өзім баяу, астымда көк шолағат жүрмін жаяу. Бауырлас туысқанен, ей Ақеке, ажалға ертеңгі күн келдім таяу. Бертеңдер көк бедеуді осы жолға, көңілімде болмас еді биттей қаяу. Қалыбек естіп сөзін көп жылайды, одағы Кенже қамын жеп жылайды. Жеңешеңмен екеуміз өлмей жүрміз, қайрат жоқ Қасқабайға деп жылайды. Жылауда жеңешеңнің екі көзі, ерте-кеш Кенже дейді айтар сөзі. Жерімдеп көк су қияқ жылағанда, адамның көңілі қайғы болады өзі. Көк бедеу менде де жоқ бүгін жаным, сенен ат аяғаным не қылғаным. Жеңешеңнен сұрасам бермес бекен, олдан атпас әруақтың жылағаным. Сарыбай айтты қызбен сөз байлағанын, бір пәле қыз Зейнептің ойлағанын. Астымда мінератым болса еді, Зейнептің келтірмесем ойлағаным. Қыз Зейнеп салып тұр ғой бізге қармақ, егіз ұлың бір-бірімен алыстырмақ. Ертең кешке ордаға мен бармақпын, болса да көтеріп ап ауыр салмақ. Дегені төре қызы болмаса екен, Қасқабай қыла алмайды-ау бізге ынтымақ. Қасқабай азып кетті бізден өзі, қыз десе қызарады екі көзі. Тура айтса жеңешеме қарсы келер, осы күнде қан төкпек бар мінезі. Көкбедеу байлаулы тұр үйде бүгін, бермек түгіл көре алмас адам түгін. Күнінде 5 биенің сүтін ішіп, тұрады ойын салып иен тегін. Құрсау бар 4 аяққа қойған салып, Қасқабай міне алмай жүр бедеуді алып. Алам деп неше мезгіл сұрап келіп, бұл күнде тоқырап тұр көңілі қалып. Әйтеуір тірі жүрміз өлмеген сон, Кенженің 600-ын көрмеген сон. Қорқытты ер Қасқабай елдің бәрін, еркімізді әрен жүрміз бермеген сон. Бір үй бар көк бедеуге тігіп қойған, жеңешем жаңылған жоқ ақыл ойдан. Аман боп Кенжетайды көрсем дейді, өлім ғой айрылғаным жалғыз тайдан. Мойнына арқан тағып ойнақтатып, 3 мезгіл жер шөбінен тұраттатып, кеш әкеп баяғыдай үйге байлап, ешкімге бере алмайды жарқылдатып.
Женешем маған ерте ақылдасқан, балада жалғыз менмін жақындасқан, жыласа ертелі кеш жан шыдамас, қасқаға емшегінің сүтін шашқан. Мен саған айтатұғым бір ақылым, демеймін жолы болар бұзақының, орнынан айтқан сөзің шығармайық, Зейнеп қыз ел бүлдірген бұзақының. Балалық қылма Сарыбай, ей қарағым, бөтен ғой деп ойлама мен жақының. Сұрасаң женешемнен атты бермес, тіліне еш адамның қазір дермес. Әуелі ел жайынан хабар беріп, көрісіп женешеммен барда тілдес. Көрерсің көкбедеуді қазір барсаң, көкбедеу ымырт жабылмай үйге кірмес. Қапысыз жабдығының ал түгел сайлап, бабашал көкбедеуді жүрер байлап. Белгілі көк семсер мен ақ сауыт бар, алашық ер тоқымын түгел жайлап. Тым бола аттан салсаң қапы қалма, осындай қайламен ал сұрап алма. Сөзіме аттандаған ере алмасаң, айрылдың көкбедеуден амал бар ма? Далада мен жүрейін жылқы бағып, айтарсың женешеме мұны шағып. Жөн сөзге ат беруді екі талай, женешем білмей қалсың жүрміз неғып. Сарыбай елге таман жүріп кетті, кеш болды, аналыққа келіп жетті. Көрген сон Сарыбайды сондан алып, сағынған қарағым деп зар еңірепті. Сұрайды жылап тұрып елдің жайын, Сарыбайдың айтуына сөзі дайын. Қазаққа басшы болып ұран салған, жалғызым аман бекен кенжетайым. Қайғыдан қан жүрегім күнде менің, келгенің жақсы болды-ау қалқам сенің. Жалғызым қай күйде екен уа дүние-ай, қайғы еді келмегені сол кенженің. Қайғысың бәрін айтып отыр қозғап, түйедей ботасы өлген отыр боздап. Аздан сон үйге кіріп сусын берді, Сарыбай алар істі отыр болжап. Қалың ел қаптап жатқан, сақтанбаған, жігіт жоқ қанжығада мақтанбаған. Түн болды көз байланған мезгіл еді, бұрқ етті ащы дауыс аттандаған. Шу етіп жұрттың бәрі үрпиісті, құлаққа түнгі дауыс қандай күшті. Өзіне керектісін жинай бастап, көздеді енді Сарыбай сонда тысты. Дауысқа аттандаған елеуреп, шал менен көкбедеуде арпалысты. Сарыбай жетіп барып атқа таман, ер салды үш айылды болмай шабан. Мұрсаты айыл тартар болмаған сон, секіріп мініп алды сол жалма-жан. Жөнелді көкбедеуге мініп алып, бір шоқтық бір сауырға мінді барып. Көкбедеу тыңдап тұрған айғай жақты, адамдай тартып барып тура салып. Үстіне бедеуінің мінді жайлап, барады жүрген сайын көзі жайнап. Айғай шыққан дауысты келіп тапты, сол жерде ер тоқымын мінді байлап. Екеуі Қалыбекпен кетті жүріп, мал жайына ел бейбіт қалды кідіріп. Бір шығып кетіпті ел жүрмейтін бетке, бармаққа ертең кешке сөз пісіріп. Сарыбай көңілі толды жолдасына, біледі қас қылмасын өз басына. Зейнеппен серт айтысқан уақыты сол, бармақшы ханның кешке ордасына. Жатады әлгі тауда кешке дейін, ынтасы Сарыбайдың жанжал бейім. Қалыбек, ей ағеке, туысым бір, тыңдаңыз бір кеңесті мен сөйлейін. Тілеген осы ісім өз басыма, барамын ханның кешке ордасына. Бәрі жау ондағының бізге мәлім, кіремін сөйтсе дағы ортасына. Ордадан аман шықсам өлме егер, келмесе қаным кімде ат қасыма. Қалыбек мұны айтқан соң еңірейді зар, қарағым айналайын бала соңқар. Ордадан шыққан күнде ат бермесем, қалайда сенің қаның мойнымда бар. Осылай бұл екеуі серт етісті. Сарыбай бойға жейді барлық күшті, қаупы жоқ ат қарудан бүгінгі күн, көрсетпек хан ордадан қиын істі. Мінгені екі тұлпар екі жастың, бет қойып хан ордаға құйылысты. Келеді қос тұлпармен бөкендетіп, жас түлек жау көрмеген жалын күшті.
ордаға таяу келіп аяндаған, жанымыз ардақтау деп аянбаған, орданың қарсы алдыңда жанған от бар, мәнісің бұлар да жоқ баяндаған. Келеді жанған отқа аң-таң қалып, құс тұрды неше түрлі айла салып, тігілген хан ордасы 8 қанат, жаяулар сансыз кісі қамап алып. Бәрінің қолдарында қаруы мол, өтуге мүмкін емес көпті жарып, екеуі біраз сонда кеңеседі, айқасып жол үстінде тұра қалып. Қалыбек ақыл айтты інісіне, өзіңнің бірге туған сірісіне. Қарағым, ажал жетіп барамысын, дулаттың мына сансыз қылышына. Болады арты қайғы осы істің, қыз алып қызық көру құрыс не. Осыма жалғыз маған түскен қармақ, қолдаса серпілтермін қонған әруақ. Ажалдан адам қашып құтылама, әйтеуір бір өтеді дүние бейбақ. Қайтемін тірлікте аяп жанды, аттан жаяу түспекке дайындалды. Кенжені қубас деген сөзді естіп, қылмақшы оған құрбан шықса жанды. Үстінде ақ сауыт бар, қолда семсер, бос тұрып Қалыбектен ағады тер. Шылбырын көк бедөнің түре салып, Сарыбай аға дейді, батаңды бер. Қалыбек жалынады атасына, інісі қолын жайды батасына. Жаратқан жалғыз Құдай жәрдем берсең, адамның түзеушедің ғой қатасында. Сарыбай тілеп тұрсаң міне батаң, қолдасың әруақ қонған маян атаң. Қолдасың ғайып ерен қырық шілтіндер, жөндесін тәңір басты болса қатаң. Баталып бала Сарыбай қадам басты, артық емес 16-ға келген жасты. Қылыш алған 300-де жаяу бар ед, аяндап соған таман араласты. Көреді қызды дулат тәңіріндей, патшаның тұтып тұрған әміріндей. Қолына қылыш алған ылғи дулат, жауыз деп аңсап тұрған бәрі бірдей. Сарыбай келе жатыр қадам басып, дулаттар бірге жүрді қатарласып. Қылышыр демей ұрар бұйрығы жоқ, әмірі қыз Зейнептің сондай асып. Атта тұр 200-ден артық кісі, одағы істеп қойған қыздың ісі. Бәрінің қызсыз қимыл етері жоқ, көрінбек қыздың ақыр бір белгісі. Қарай көр Маянбайдың баласына, әскердің жаяу жүрді арасында. Кісідей қымыз ішкен дулат шулап, кіріп тұр ел билеудің таласына. Келеді бала Сарыбай үйге таман, боларда іштен ойлап қандай заман. Бір ауыз сөйлей тұғын еш адам жоқ, дулаттың жаусыраған түрі жаман. Ортасын көп дулаттың аралайды, бетіне бір адамның қарамайды. Кешегі ойнап жүрген жас бала ед, көп адам Сарыбайды танымайды. Жан жақтан жаяу кісі тұрған бағып, келеді Сарыбай бала қайқан қағып. Самсаған сары қолдың арасында, келеді қорқынышсыз бала нағып. Аттыны алыс қойған анадайға, біреу жоқ сонша топтан тұрған жайға. Ордаға ойран ақ деп кіріп кетті, жалғыз-ақ жігіт сөзін қыз сынай ма. Сарыбай қалар емес сөзден тайып, әулие қолда дейді ерен ғайып. Ордаға сән салтанат құрған екен, тастапты есік төрге кілем жайып. Сарыбайдың түрін көріп Зейнеп сұлу, қажымас деп қалады қыз азайып. Қолына Зейнеп сұлу сыбызғыны алған, қасында көп қыз отыр әнге салған. Біреуі үйге кірмей көп дулаттың, бәрі де тыста қалды қылыш алған. Қарайды сұлу Зейнеп ерге таман, Сарыбай кеп отырды төрге таман. Жайнаған алтын тудай айбаты бар, қорқатын көңіліңде жоқ түрі жаман. Сарыбай қызға айтады, келдім саған, нендей сый бермек едің келсем маған. Мен өлсем артымда бар сансыз егіз, сен өлсең жетер ме екен қайға бағам. Зейнеп сөзі
Сарыбай, ей бейшара кедей сорлы, басыңа жиып келдің ажал құрды. Ішіне хан орданың кіретұғын бар еді, не жұмысың әлде оғырлы. Сарыбай, бір хабар келіп едім салайын деп, жәрдемші өткен бабам панайын деп, теңдесім Зейнеп сұлу сен болған соң келіп ем қатындыққа алайын деп. Зейнеп, мен сендей жан көрмедім әуре сарсаң, қыз алмақ екенсің ғой ойда қалсаң, бетіңе мен дегенің таңба болар, жарайды мені қойып шешеңді алсаң. Ей Зейнеп, білесің ғой мен Сарыбай, мен саған кете алмаспын бір дарымай, қылайын сені алмасам шешем қатын, болсын ба маған тимесең құлжа бетпай. Зейнеп сөзі. Көңіліңді Сарыбай сенің жай қылайын, басыңа іздеп келсең қайғыдайын. Қаңғырған сорлы кедей кет жөніңе, әкемді саған тисем бай қылайын. Сарыбай, ауылым көшіп қонды кеңшілікке, ай Зейнеп, сен алмаймын теңшілікке, салдақы жұрт білдірген жүзі қараны, алармын бұрымын кесіп кеңшілікке. Зейнеп, садаға кеттің менің ар жағыма, лайықты жазаңды айыр қал жағына. Асыққан ажалына сорлы кедей жетеме көзің тірі қалмағыңа. Қаңғырып ойға қырға тозып кеткен, сенесің әлі маян әруағына. Басыма бағым қонған осы кезім, сен түгіл бөген келмес сырдабыма. Қаңғырып көк шолаққа жел қом салып, іліндім міне бүгін қармағыма. Сарыбай, көңіліңді асқандықтан кешіремін, көп қылып бұл көніңді көсілермін. Баласы Маянбайдың қырылмаса басыңнан ажал желін есіремін. Ей Зейнеп, кім екенің алсаң тұғып, жау десе Маян жатпас үйде бұғып. Кесіп ап екі бұрымын табан тіліп, еліңді бір шабармын ойнап күліп. Зейнеп, қара қайдай көп тулар, қайғы көрсем өлмексің, айғай салып шақырсам әміріме келмексің, қораға кірген қоянның тез жазасын бермексің. Екпіні Сарыбай есіп тұр, иттің көңілі өсіп тұр, айтқан сөзі үнменді қылыштай боп кесіп тұр. Дыбысын иттің шығармай, қылыш суыр келді ағыр. Дулаттар үйге кірді жыпырлап, босаға кетті сықырлап, апыр-топыр көпшілік кіріп жатыр тапырлап. Алдыменен Бекежан кіріп келді сапылдап. Бала Сарыбай байқайды, жаудан не қып қайқайды. Ей жігіттер, бүйтпеңдер, деді де төрге қайқайды. Туысым бірге жақынмын, қызға ерме, деп жалпайды. Асығып кірген Бекежан ашумен бас шайқайды. Сарыбай семсер суырды, заманың дулат қуырды. Бұрынғы ұрған Бекежанға оның да көңілі суынды. Ажалына асыққан қанға дулат жуынды. Дулатқа салды күрерді, ажалды бермек шідерді. Хан орданың ішінде тартып алып семсерді 3-4 бұғып жіберді. Біреулер қалды өкіріп, қан шыққан соң қайратқа Сарыбай алды бекініп, жабықты тілді қылышпен быт-шыт қылды екіріп, секіріп құстай ұшады, қайратпен қылған іс еді. Айтқан сөзде қапы жоқ, өзі де шапшаң кіседі. Ордадан тысқа секіріп, нысана атып түседі. Сарыбай тұрды ол жаяу, қаншып көңілі тұрбаяу, қандай күйде болады деп қалып етте тұр таяу. Қажымас ода ер еді, Сарыбайды көреді, жетектегі бедеуді көлденен әкеп береді. Сарыбай атқа мінеді, Қалыбек сонда күледі. Таң мезгілінде туған ай, ат маңдайын дәл қойып, айғас таман жөнеді. Аттан хабар сонда алған, ұрандап айғай қыз салған. Астында қасқа тұлпар бар, қасқай байбатыр із салған. Ер қаруы 5 қару, із түзетіп аңғарған. Желіп кеткен екеуге таяу келді жандарма. Сарыбай артқа қарайды, қайратпен күшін балайды. Жаудан беті қайтпаған, жақындап қасқа жанайды. Мұнда емес толғаулы, көрген батыр талайды. Түн ішінде көз соқыр, Сарыбай білмес ол жайды. Атым доста кәке деп Қалыбектен сұрайды. Жау жақындап таянды, әруақ қонған маянды. Дулатпенен төреге оқ атырды аянды.
атынан сонда түседі, өзі шапшаң кіседі. Ол келмесе өлім жоқ, Қасқабайды айдаған ажылдың қуған іседі. Қорам саққа қол салды, бір салғанда мол салды, 8 қайын бір шойын, 9 оқты қолға алды. Шағындап салар кісі емес, жетпейтін оның күш емес, 9 оқты қабаттап түгел салып қарманды. Соғыстың болды базары, мұқалмас ердің ажары, шойын түсті қолына, батырдың келген ажалы. Қапысыз тұртып тартты да, жас қайраты артады. Қараңғы түннің ішінде дәл жүректің басы деп көмес келеп тартады. Зырқырап оғы кетеді, қасқа атты ерге жетеді. Зымырап шыққан шойын оқ төңкеріп тастап өтеді. Тағы да әрмен кетеді, ажалдыға жетеді. Қабаттап шапқан көпшілік 18 ерден өтеді. Әуелде бұғып бастапты, қырғандай қылып тастапты. Үйір атқа бос келген таныды Қалыбек Қасқатты. Қылғанды қанға балағым, жауға жабдық жасаған, өзіңе тиді жарағың. Жеңешемнің қарғысы, дәл келді өмір шолағың. Айырдың сарбай жағаңды, сілейтіп аттың ағаңды. Жалғанда кегім бір бітпес, қандырды төре табаңды. Кетірермін сыныңды, көп қылармын күніңді. Бір басыңа 100-бенен, ой бауырым Қасқабай, бітірермін құныңды. Тоқта сарбай тарт болды, болдық бүгін қан жолда. Ұлы жиын халайық, бөгелме енді соғырлы. Сон айтып мінгізді атқа сарбайды, көпшілік сарбайға дарымайды. Тоқталмай бір жүргеннен жүріп кетіп, көк судан іздеп тапқан Бөгенбайды. Шықты да былай таман ақылдасты, ішінде кісі де жоқ бұған басты. Жеңешем бұл жұмысты біліп қалсың, артымыз әйтпегенде іс болмасты. Сон айтып елге таман келді жетіп, кетпекке аналыққа хабар етіп, аналық ұйқылаяу жатыр еді, тұсына дүбірлетіп келді жетіп. Аналық, бұл кім деді келген таяу, қан жұтқан болар болсаң көңілі қаяу. Қан төгіп біз қайғыны тауып келдік, жеңеше жатырмысыз ұйқылаяу. Аналық, бұл кім деді келіп тұрған, екпіндеп тұлпаратпен желіп тұрған. Қан төктік дегендерің не дегеніз, тәуірме кісі өлтірген мынаған тұрған. Айырылып көк бедеуден қалдым кеше, болса жөн өлтіргенің елге кесе. Сан кісі өлтіргенмен пайдасы жоқ, Қасқабай төре дулат ел билесе. Сөйледі екеу барған елден саяқ, айтады істегенің бастан аяқ. Өлгенің неше кісі біле алмадық, жан сақтап аман келдік жемей таяқ. Табылар айтпағанмен сөздің шыны, тұсау боп жүргізбейді қылыш қыны. Қан толып екі көзге көрмей кеттік, өлгені нешеу екен әлде кімі. Бірақ та өлді Қасқабай жазым тауып, соғысты тұра алмады қылмай қауып. Қарғысын Қасқабайға тура келді, қарғабен ықыласпен емшек сауып. Айтпаңыз бұл хабарды басқа жанға, ертең кісі жіберсең төре ханға. Қасқа ермек боп ерімді өлтірдің деп, іргенді бөлек салып жасасанға. Сонда отырып аналық, жүрегім ай, Қасқабай, сынамысын тірегім ай. Әруаға атакемнің аман қоймас, қарғабем болған екен тілегім ай. Әруаға атакемнің аман қоймас, әуелден тұқым едің қанға тоймас. Сөзіңсіз Кенжетайдың іс қылмандар, ақылдас Кенжетайға әбден ойлас. Өзің қып өз жұмысым тыйғызармын, төрені бір қауызға сыйғызармын. Төреге ертеңгі күні кісіп салып, малжанын құрбандыққа қиғызармын. Екеуі түн ішінде кетті жүріп, тұрмады бір орында еш кідіріп. Жол жүріп 6 күнде тыным алмай, белгілі Ташоқыға кетті кіріп. Рет Сарышоқыда қарт Бөгенбай, болды деп ел шабынды мынау қалай. Елдің қайда кеткенін біле алмайды, көрмегі бұдан былай екі талай. Сол кезде екеу шықты жана салай, қараса көз жіберіп әлде қалай. Қасында жас түлектен ерлері бар, отырған кәрі жасы қалды қарай. Екі адам келе жатыр бүкендетіп, отырғандар қайрады антан етіп. Қырағы Бексұлтан жас көзел еді, таныды көк бедеуді ол дәлдетіп. Мінгені көк бедеуді кім екенін, таныдым Қалыбектің шын екенін. Бір хабар шабын делден енді білдік, Кенжеға таптық делді ел мекенін. Бөгенбай
естіп бұны еңіреді зар. Болғанға жаным құрбан елден хабар, қолында қай дұшпанның қоңыр болды екен, қылар ем күйін дүниесін келіссіз тар. О деген бұ дегенше келді жетіп, астында екі тұлпар екпіндетіп, хал жайын бастан аяқ баян қылды, жыласып болғаннан соң көрісетіп. Айтады естігенің бірім қоймай, келгенін және айтты қанға тоймай, өлгенін Қасқабайдың айтып еді, Бөгенбай бауырым деп салды ойбай. Ішіне батырдың да қаптады шер, манайын жинап алды Бөгенбай ер. Төренің осы күнін көп қылайын, дулатты қысқан екен бір шығын дер. Елінің ат жаптырып бәрін жиды, қайратын ашуланып кәрін жиды. Хан болған Құлжабектің қылығына ақылтап енді елім бәрін дейді. Балалар бере келген елден хабар, бір сізден кім бар еді ақыл табар. Қалғанша қан менен жан күтіп алды, не десең біздің басқа ақыл сал. Үлкені Сарыбай мен Бексұлтан ер, Тұманбек, Жұманбек пен Айдар хандар, әрбірі 1000 кісілік жауынгер ед, ақылшы бәріне де бөген шебер. Бәрі де маяннан туған текті, дұшпанға егескенде бермес кетті. Аттарын жетеуінің түгел айтсақ, екеуі Сәдірбек пен Тыныбекті. Сол күнде 15-терде бұл 6 ер, Сарыбай 17-де жауға шебер. Сарыбай сағым жетпес дер Бөгенбай, ақылды сөз табатын ол кемеңгер. Көксуда жайын жатқан бие байлап, аттанды 4000 кісі маян байлап. Жылқыдан нар қызылды алдыртыпты, жан сақтар төл аты деп қойды сайлап. Бейітіне Маянбайдың үй қондырып, күзетке көп жылқыны жүрді айдап. Бейіті Маянбайдың 15 күндік, жігіттен атқа мінер қалмады түк. Өлгені Қасқабайдың 2 жара, төренің бұл қылығына бітпейтін кек. Жаратты қос-қос тұлпар боз балалар, ішінде Бөген сұңқар ақыл табар. Биені неше жүздей байлап тастап, қымызды қанып ішті жиналғандар. Мінгені Бексұлтанның ақ кекілді, жануар ер мінерлік ат секілді. Құнына 50 түйе беріп алған, ер мініп жауға салса доп секілді. Маянның санлақтары жиылып ап, төреге салмақ болды бір үкімді. Сол жерге келген халық жатып алды, лайықтап алмақ болды сәтті күнді.